Кеше түн ортасында Ресейден суыт хабар жетті. Мәскеу түбіндегі Красногорск қаласында болған жан түршігерлік оқиға тұла бойымызды тітіркентті. Қаладағы Крокус Сити Холл концерт залында мұздай қаруланған белгісіз біреулер көрермендерге оқ жаудырып, қынадай қырып салды. Және концерт залына жанғыш заттар лақтырып, өртемек болған. Қазіргі ақпарат бойынша 133 адам көз жұмды. Жүздеген адам ауруханада жатыр. Крокус ғимараты өртке оранып, қызыл жалынды тоқтатуға жүздеген техника жұмылдырылды. Өрт сөндірушілер қиралындылардың астынан 40 адамның мәйітін тапты. Ресей президенті Владимир Путин 24 наурызда жалпыұлттық аза тұту күні деп жариялады. Еліміздің сыртқы істер министрлігінің мәліметінше қаза тапқандар мен зардап шеккендер арасында Қазақстан азаматтары жоқ. Оқиғаның ізінше Қазақстан президенті лаңкестік әрекет кезінде азаматтардың қаза табуына байланысты Ресей президенті Владимир Путинге көңіл айтты. Бүгін телефонмен сөйлесіп, террористік актыны қатаң айыптайтынын жеткізді. Владимир Путин қолдау көрсеткен үшін Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс айтты. Мемлекет басшысы терроризмді мүлдем ақтауға болмайтынын мәлімдеп, Біріккен ұлттар ұйымына мүше мемлекеттерді жазықсыз азаматтарға қарсы зорлық-зомбылықтың бұл түріне бір ауыздан қарсылық танытуға шақырды. Президенттің тапсырмасы бойынша қажет болған жағдайда Қазақстанның құқық қорғау органдары ресейлік әріптестеріне көмек көрсетеді. Терроризмге қарсы күресте Қазақстан Ресеймен бірге деген мемлекет басшысы Қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырысында өткізіп үлгерді. Кеше концерт көруге жиылған 6000-нан астам ресейліктің демалыс кешінің астан кестеңі шықты. Мәскеу түбіндегі Красногорскідегі Крокус Сити концерт залына баса көктеп кірген камуфляж киген белгісіз бірнеше адам бейбіт тұрғындарға оқ жаудырды. Ойран салғандар мейлінше көбірек адамды өлтіруге тырысты дейді куәгерлер. Бірақ ешкімді кепілге алған жоқ, еш талап та қойған жоқ. Стреляли не в потолок, не в воздух, а стреляли. Төбеге атқан жоқ, тура алдың орындарда отырған қалың жұртқа оқ жаудырды. Концерт залынан еңбектеп шыққанда түтін иісін сездім. Менің ойымша, олар көбірек адамды бір жерге жинап, өрт салғысы келді. Подожгли зал. Зал горит. Подожгли нас. Нас подожгли. Лаңкестер молотов коктейлін лақтырып, от лап етті де зареғыты қашқан дәліздегі халық жапа-тармағай сыртқа лап берді. Ал залдағы адамдардың көбісі аман қалудың амалын жасап, еденге жата қалған. 15-20 минуттан соң еңбектеп шыға бастады. Запах гари был. Түтіннің иісі айқын сезілді. Көшеге шыққанымызға дейін 25 минут өтті. Сәл кідірсек, қамалып қалатын едік. Өрт аумағы 13 000 шаршы метрге жетті. Жалын шарпыған жерден адамдардың барлығы шығып үлгермеді. Ресейдің тергеу комитеті келтірген мәлімет бойынша қанқұйлы қантөгісте 133 адам мерт болды. Саны әлі де өсуі мүмкін. Өрт сөндірушілер тілсіз жаумен түнгі 4-ке дейін арпалысып, таңға таман бірақ өшірілді. Қазір емханаларда 115 науқас жатыр. 5 бала, 1 ауыр халде. Ержеткен 60 адамның да жағдайы ауыр. Бүгін Ресей президенті Владимир Путин халқына үндеу жасап, қаза тапқандардың туыстары мен жақындарына көңіл айтты. 24 наурызды аза тұту күні деп жариялады. Все исполнители, организаторы. Қылмысты жасап, жоспарлағанның барлығы міндетті түрде әділ жазасын тартады. 4 террорист Украина шекарасына өтпек болған жерінде ұсталды. Қайталап айтамын. Лаңкестерді кім басқарып, кім дайындаса да, Ресейге бұл шабуылды жасағандардың барлығын анықтап, сазайын тарттырамыз. Жергілікті бақ ұсталғандардың жақындағана Ресей азаматтығын алғандығын жазады. Олардың бірі тіпті 500 000 рубльге адам өлтіруге келіскенін айтқан бейнеде таратылды. За деньги. За сколько денег? Где-то 500 000. 500 000 чего? 500 000 рублей. Көрші елдегі трагедияға байланысты Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев алғашқылардың бірі болып көңіл айтты. Қазақстан Мәскеудегі бейбіт азаматтарға қарсы террорлық актіні қатаң айыптайтынын айтты. Біріккен ұлттар ұйымына мүше мемлекеттерді жазықсыз азаматтарға қарсы зорлық-зомбылықтың бұл түріне бір ауыздан қарсылық танытуға шақырды. Қажет болса, қазақстандық құқық қорғаушылар ресейлік әріптестеріне көмек көрсетуге әзір деген президент Қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырысын өткізді. Ел азаматтарының қауіпсіздігіне қатысты және Қазақстанның лаңкестікпен күресте өзге елдермен, халықаралық ұйымдармен ықпалдасуға бағытталған бір қатар тапсырма берді. Құқық қорғау құрылымдарының экстремалды жағдайдағы қызметін үйлестіру қарастырылды. Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше қаза тапқандар мен зардап шеккендер арасында Қазақстан азаматтары жоқ. Мәскеудегі біздің елшілік жергілікті билікпен және тиісті қызметтермен байланыста. Қазір елшілікте 8-925-897-71-14 телефоны бойынша жедел желі ашылды.
Мәскеудегі қантөгіс қасіретіне бейжай қарай алмаған қазақстандықтар Ресейдің Астанадағы елшілігі және Алматыдағы консулдығы маңына гүл шоқтарын әкеліп жатыр. Көз жұмғандарға көңіл айтып, зардап шеккендерге қолдау білдірді. Вчера вечером услышал эту страшную новость. Жан түршігерлік жағдай туралы кеш естідім. Ресей халқына қайғыра көңіл айтамыз. Кеше болған теракт бойынша марқұмдарға кішкене гүл шоқтарын қойып, достық көңілмен келіп отырмыз. Біздің Ресей неше мың жылдардан бері көршіміз біз. Айта кету керек, наурыздың басында ақш Мәскеуде теракт болуы мүмкін екенін мәлімдеп, өз азаматтарына адам көп жиналатын жерлерге барудан тартынуды, сақтануды ескерткен еді. Әзірге лаңкестік әрекеттің басында кімдер тұрғаны нақты белгісіз. Халықаралық Reuters және CNN агенттіктері терактыны Даиш лаңкестік тобы өз мойнына алғанын хабарлағанымен, Ресей тарабы әзірге мұны растаған жоқ. Индира Жылқайдарова, Бекболат Тұрмаханов, 7 күн.